Маусымның 28-і бұқаралық ақпарат құралдар күні. Айтулы датаға орай бүгін төтенше жағдай департаментінің мамандары тілшілерді шақырып өздерінің жұмыстарымен таныстырды. Бұл диспетчерлік бөлім. Сырттан түскен шұғыл қоңырау осы жерде қабылданады. Айтылған нәрсе қағазға түсіріледі. Диспетчер у нас выдает путевые листы. Путевой лист записывается, что горит, адрес, где, когда. Өрт сөндірушілер қоңырау түсісімен 1 минуттың ішінде әзір болуы керек. Осы тұста олардың физикалық дайындығы, тиісті құрал жабдықпен қамтылуы және кадр санының жеткілікті болуы аса маңызды. 58 человек на смену заступает. Бүгінде бөлімде 58 маман қызмет етеді. Өрт сөндіруге кезекші топтар барады. Бұл кемінде 14 адам. Атысы 6 маркалы автокөлікке 6 текше метр су сияды, бірақ бұл көлем 5 минутқа ғана жетеді. Оқиға орнына мамандандырылған көліктер су толы күйінде шығады. Су таусылып қалған жағдайда қосымша техника тартылады. Өрт сөндіру бөлімінде 3 негізгі және тағы осынша мамандандырылған көлік бар. Жалпы жыл басынан бері өңірде 250-ге жоқ өрт оқиғасы тіркелген. Оның 50-ден астамы қалада болған. Салдарынан 17 адам қаза тауып, 16 адам жарақат алды. Қазір біз оқу мұнарасынан альпинистік құрал арқылы төмен түспекшіміз. Мұндай тәсілді мамандар көп қабатты үйлерден тұрғындарды көмектесу кезінде қолданады. Қатардағы альпинист мамандар үйде адам қамалып қалған жағдайда шығады, яғни биіктікке өрмелейді. Ішке кіру үшін есік терезені бұзады. Ішке кіру мүмкін болмаса, қолға есік кесетін құралды алады. Журналистерге арналған шара кедергілер жолағынан өту сайысымен аяқталды. Бұл жерде әріптестеріміз арнайы киім киіп, лаулап жатқан оттан өтіп, өрт сөндірушілердің жұмысының қауіпті және қиын екеніне көз жеткізді. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Шернияз Иманов, МТРК.